Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге Кенжекөл ауылдық көпшілік кітапханасының сұрауы бойынша Майра музейіне саяхатымызды бастаймыз. Майра Шамсудинова атындағы ән өнер шығармашылық музейі Павлодар қаласы Астана көшесі 135-ші үйде орналасқан. Музей 2001 жылы ашылған болатын. Содан бері халыққа қызмет етіп келеміз. Майра музейі 3 залдан тұрады. Бірінші залында өздеріңіз көріп тұрғандай Майраның мүсіні Қажыбек Баймудин деген мүсінші суретші жерлесіміздің шығармасы. Одан кейін қабырғадан Майра Валиқызы Шамсудинованың тұрған үйін көруге болады. Бұл үй Астана көшесі 167-ші үйде орналасқан. Бірақ өкінішке орай қазір бұл үй жоқ ол жерде. Осы Қыстаубаевтың салған үйінде Майра Валиқызы бірнеше жыл тұрған болатын. Ал мынау тақта осы музейдегі орналасқан алғашқы тақтардың бірі. Сонымен қатар қабырғадағы суреттен Майра Валиқызы Шамсудинованың осы Көпес Қыстаубаевтың үйіндегі тұрған уақытындағы көрінісін тамашалауға болады. Бұл жерде үйде екінші қабатында кішкентай балконы болған. Осы балконда Майра қала тұрғындарына өзінің керемет әсем әндерін орындап беріп отырған екен. Майра музейі жалпы 3 залдан тұрады. Бірінші залын жаңа сіздерге айтып өттік. Екінші залы Майраның өмірі шығармашылығы орналасқан осындай алғашқы бұрыштан басталады. Бұл жерде Майра Валиқызының суреттері және де Майра Валиқызының ең алғашқы ән айтқан жері Қоян жәрмеңкесінің суреттері көрсетілген бұл жерде. Майра Валиқызы Шамсудинова 1890 жылы осы Павлодар қаласында дүниеге келді. Саудагер Көпес Валидің жанұясында шешесі Қатира домбырашы, өте керемет талантты әнші болған адам. Сол Майраның әнші болуы, композитор болып, халықтың керемет бір сондай дарынды қызына айналуына шешесі Қатираның көп үлесі болғандығы белгілі. Бұл Майраға өнер анасының сүтімен келген. Сөйтіп Майра өзі жастайынан әнге құмар болып, өнерге құмар болып, домбырамен алғашқы әндерін орындап, кейін әкесі Вали оған кішкентай мына жердегі міне Талянка деп аталатын осындай сырнайды алып беріп, сол сырнайды өз бетімен ән айтып үйреніп, кейін өсе келе өз жағында әндер шығарып, көптеген әндер шығарып, композитор болып қалыптасқан Майра Валиқызы қазақтың ән өнерінің дамуына, қазақтың мәдениетінің дамуына өзінің үлкен үлесін қосқан өжетті, қайратты, сондай бір өнерге жаны ашитын керемет қыз болып қазақ тарихында біздің санамыздан мәңгі қалды.